Ол сүйгіңіз келсе шүмек ұрлаңыз. Негізінде бұл ұрлық емес, ырым болып табылады. Қойшы тегі деуіңізде заңдылық шығар. Мен де алғаш естігенде күмәнмен қарадым. Мүмкін Алла пендесінің төзімін байқап, сабырын сынап берген ұзақ жылдардан кейінгі керемет сый шығар. Оқиғаның қалай болғанын қатарынан 5 қыз туған құрбымның аузынан естігендеріңіз дұрыс болар дейді кейіпкеріміз. Алланың бұл күнді көрсеткеніне сансыз шүкір деймін. Араға 1,5-2 жыл салып құрсақ көтердім. Бірінші УЗИға барған кезде құрсағымдағы бебегімнің қыз екенін айтып, жігерімді құм ететін. Сүйіншілейтін жаңалығым болмаған соң, сұрағандарға жынысын әдейі сұрамадым. Теріс қарап жатыр екен дейтінмін. Көлікте күтіп отырған күйеуімде көңіліме қарап сеземе, ол да үнсіз қалатын. Осылайша әр таңымды Аллах тағалаға жалбарынумен өткізіп жүрдім. Қыз туғаныма жолдасым пәлендемесе де, ағайын туыстың, абысын ажынның, тіпті әпкелер мен жеңгелерімнің, одан қалса құрбыларымның жанашыр жұбатулар мен сыни сөздері қам көңіл жүрегіме жұбаныш болмайтын. Кейде жолдасымның даусы қаттырақ шығып кетсе де, ол туғанымда бұлай демеуші едің деп көз жасыма ерік беремін. Өзімнің де, отбасымның да шырқын бұзамын. Қыздарыма да шуланып, айқайлап алатын кездерімде жиі болған. Отбасымды осы уақытқа дейін сақтап қалғаныма ата-енемнің қолдауы себеп болды деп сеніммен айта аламын. Өйткені жыласам да, қамықсам да, солар қасымнан табылып, ақылын айтып жұбатады. Кейде қаттырақ айтып ұрсып та алады. Алладан үмітіңді үзбе. Маңдайыңа жазылған тағдырыңа төзе біл. Сүйген құлына сынақ береді. Біріне перзент беріп сынаса, енді бірін бір тырнаққа зар етеді. Сен несіне қапаланасың? Гүлде қыздарың бар. Ертең-ақ өсіп, қолыңнан тірлігіңді алады. Апалап жаныңда құрақ ұшып жүрген кезде, осыларды керек етпей жылаған күндеріңе өкінесің. Сенің былтырыңды көріп өскен қыздарда өмірге келгеніне өкінетін болады. Сабыр сақта. 7 қыздан кейін, 14 қыздан кейін де ұл сүйген әжелерді естігем. Сенікі қай сасқандық? Алланың бергеніне шүкіршілік етте, өміріңді қызықты етіп жалғастыра бер. Жұрт не демейді? Ашылған ауызға қақпақ болмақсың ба? Кім не десе де о десін. Қане, жанашыр болған қайтуысың сен үшін бала көтеріп ұл туып бере алады. Жеме-жемге келгенде жаныңнан табылатын жолдасың мен қыздарың. Осыларға сен, осыларға арқа сүйе. Осылардан тап жұбанышың мен қуанышыңды деген енемнің сөздері мені қамшылайтын. 5-ші қызымды көтерген кезде де ОЗИдің жаман жаңалығына қамығып, саябақта жалғыз отырған. Көз жасыма ерік бердім. Алладан қай күнәларым үшін бұлай сынап жатқан сұрап зарладым. Жанынан өтіп жатқандарды еліп жатқан мен жоқ. Қаланың адамдары да қызық қой. Неге жылап отырсың? Бір жерің ауырып тұрма деп сұраған бірде-бір пенде болмады. Бұл жерде отырып өліп кетсем де ешкім қайырылмайды екен. Содан әбден жылап, біраз жеңілдеген соң үйге қайтуға жинала бастадым. Сол кезде жаныма бір кесе ашытпа көжесін көтеріп, үлкен жастағы апа келді. Кесесін қолыма ұстатып, жаныма жайғасты. Көз жасыңды неменеге көлдетіп отырсың? Біреу өлді ме деп сұрады. Үлкен кісіден мұндайды күткен жоқ едім. Көшеге шаш алып қалдым да, артынан, жоға, Алла сақтасын, бұл не дегеніңіз дедім. Ол өткір көзін маған қадап, өмірден өткен, қайтып келмейтін. Оған енді үмітіңде жоқ екен білген соң, сен сияқты зарлап жылайды. Қайтыс болған адам үшін жыламасаң, басыңа қандай күн туды? Аяғың бар, қолың бар. Қандай қиыншылық үшін езіліп отырсың мұнда деді. Танымасам да ішімдегі ақтарғым келіп, тағы да қыз туады екенмін дедім. Апа мырс етіп, о сорлы, соған жылап отырмын де. Сонша қанша қызың бар еді? 40 қыз тумаған шығарсың деп нұқып алды. Апаға қарап еріксіз жымидым. 4 саусағымды көрсеттім де, ішімдегі мен 5 дедім. Сен осы бақытты бағалай алмайтын бейбақ екенсің. Ал күйеуің 5 бағы бар екен. Айналайын ау, қыз деген ырыс қой. Қызда береке бар, ол керек, ізіңді жалғау үшін, басыңа тас қою үшін. Солай ма сенің де түсінігің? Бірақ Алла біледі. Кімнің кімге тас қоятын, кімнің жанын ертерек алатын. Қыз бердің деп, Аллаға риза болмау ауыр күнә шырағым. Құрсағыңдағы сәбиіңді аман есен босанып, 2 жасқа жеткізген соң, тағы да бала көтерудің қамына кіріс. Бірақ, одан бұрын мен айтқан мына ырымды жасап көр. Ұл туған абысын ажыңдарыңның үйінен ұл шүмек ұрлап ал. Оны сандығының түбіне сақтап қой. Міне, осыдан соң Алланың қалауымен ұл бала сүйіп жатсаң, маған сыйыңды дайындап қымбат көйлек кигізесің деді. Мына сөзден кейін үміт пайда болды. Апаға қайта-қайта рахмет айтып, кәдімгідей жеңілдеп қуанып кеттім.
риза болып отаныма оралған мені қыздар